Мына сүп-сүйкімді бозбаланың аты жөні Иван Лебедев, 21 жаста. Ресейдің Мурманск қаласының тұрғыны. Ол қаншер ғана емес, сонымен қатар адам жегіш. Тағамдық талғамы да ерекше. Ол қыстекелердің етін сүйіп жейтін болған. Түсінікті болу үшін оқиғаны басынан баяндайын. 2011 жылдың 19 тамызында 32 жастағы Роман Ермаков жоғалып кетеді. Анықталғандай, ол жергілікті мектептердің бірінде тарих пәнінің мұғалімі болып істейтін. Ермаковтың жеке компьютерін шолған сақшылар оның гейлерге арналған танысу сайтында тіркелгенін анықтады. Сондай-ақ әлдебір Иван Лебедевпен кездесу туралы келісіпті. Парақшасында суреті қойылып, аты жөні толық жазылған. Сондықтан әлгі Лебедевті табу қиын болған жоқ. Алайда оның пәтеріне келген сақшылар абдырап қалғаны бар. Ермаковтың қалған құтқаны ғана табылды. Басы мен азынаулақ сүйектері пластикалық шараға салынған. Ал тоңазытқыштан марқұмның қолдары мен табандары және оның етінен жасалған котлеттер мен шұжықтар табылды. Сондай-ақ бір қазан қуырдақ. Бірақ сорақысы бұл емес. Сақшыларға әлгі Лебедевтің қылықтары түсініксіз болды. Ол ыржалақтап күліп, орынсыз әзілдей беріпті. Десек те қылмысын бірден мойындайды. Ермаковпен әлгі сайтта танысып, өз пәтеріне шақырған. Романтикалық кешке үміттенген Ермаков қызыл шарап әкеліпті. Бірақ Лебедев бұл қызыл шарапты оның етін жеп отырып ішкен. Қылмысының себебі қисынсыз. Ол қыстекелерді жек көреді. Сондықтан әлемді осылай тазалағысы келіпті. Ал мәйітті өмірлік қуатын алу үшін жеген екен. Пәтерін шолған сақшылар 10 адамның аты жөні жазылған блокнотты табады. Анықталғандай, бұл оның болашақ құрбандарының тізімі. Оның қыстекелерге шүйлігуінің себебі түсініксіз. 21 жастағы тартымды жігіт. Мұнайгаз университетінің студенті. Ауқатты отбасыдан болса да, кешкі уақытта даяшы болып істейді. Әкесі Мурманск қаласының беделді кәсіпкері. Баласы ересек өмірге дағдылансын деп, көршілес үйден пәтер сатып алып берген. Тергеу барысында Лебедев бір ғана өкініші бар екенін мәлімдепті. Ол қыстекенің етінен стейк жасап үлгермегенінен алған. Психиатриялық сараптама нәтижесінде оның шизофрения дертімен ауыратыны анықталды. Сот шешімімен 21 жастағы Иван Лебедев өмірінің аяғына дейін жындыханаға тоғытылды. Алдағы уақытта шығатын видеоларды өткізіп алмас үшін парақшаға жазылып қойыңыздар. Сондай-ақ лүпіл басып, пікір жазуды ұмытпағайсыздар.